Ассалаумағалейкум, қадірменді халайық. Армысыздар құрметті ән сүйер, өнер сүйер көрермен. Ұлы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына арналған Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония артисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері Хатимолла Бердіғалиевтің өлеңді қайтып қоярсың атты ән кешіне қош келдіңіздер. Көп адам дүниеге боялдырған, боялдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына із қалдырған деп, төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырларымен де 175 жыл бойы қазақ халқымен бірге өмір сүріп келеді. Мәңгі өмір сүре бермек. Абай, Торжорға. Орындайтын Серпер, Жұбанов көктемі және Тайван елінде өткен халықаралық фестивальдердің лауреаты, Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптары оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, құрмет орденінің иегері, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Еркін Нұрымбетов. Халқымыздың дәстүрлі өнерінде Абай ақындығынан бөлек өзіндік музыкалық шеберлігімен, ерекше әуен сұлулығымен, оның нәзік сезімталдығымен, әндерінің тақырыптық, жанрлық байлығымен, ырғақты және өлшемдік орамдылығымен жаңашыл композитор болып кеңінен танылды. Оның әндердің көпшілігі халық арасында кеңінен танылып, күні бүгінге жетті. Бүгінде Ұлы Абайдың мерейтойы қарсаңында қалың қазаққа танымал болған Хатимолла ағамыз бабамыздың әндерін шырқап, бүгінгі тыңдарманға насихаттауды мақсат етеді. Ұрпақтар сабақтастығы деген міне осы. Абай, айттым сәлем қаламқас. Сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері Хатимолла Бердіғалиев.
осынада ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, түспеді ер жеткен соң уысыма. Қолымды мезгілінен кешірмедім, түспеді ер жеткен соң уысыма. Қолымды мезгілінен кешірмедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы? Қолымды төпсермесем өштермедім, адамның бір қызығы бала деген. Бабаны оқытуды жек көрмедім, адамның бір қызығы бала деген. Бабаны оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, шен алсын, қызмет қылсын деп бермедім. Өзімде басқаша боп түс көрмедім. Қазаққа қара сөзден ес бермедім. Өзімде басқаша боп түс көрмедім. Қазаққа қара сөзден дес бермедім. Өзімде басқаша боп түс көрмедім. Қазаққа қара сөзден дес бермедім.
бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы. Бар демес сендей бір адамның баласы. Жылайын, жырлайын, ағызып көз майын, айтуға келгенде қалқаға сөз дайын. Айтуға келгенде қалқама сөз дайын. Жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзі де білмей ме, көп сөйлеп созбайын. Өзі де білмей ме, көп сөйлеп созбайын. Көз қуаныш, алдын алған еркесі, көкірегіне көп жұбаныш, гүлденіп ой өлкесі. Еркелік кетті, ер жетті, не бітті? Еркелік кетті, ер жетті, не бітті? Оқытарсың молда ғоны, үйретерсің әрнені, медеу етіп ойы соны, жаны тыныштық көрмеді. Жасында күтті, дәметті, бос күтті. Жасында күтті, дәметті, бос күтті. Ата көңілі жан баса бір, артық өнер шықпаса, ел танымай үй танып құр, шаруасында ұқпаса. Үміт қайда соны ойла, абайла. Үміт қайда соны ойла, абайла. Зарланарсың, ойланарсың, не болдым деп енді мен. Құрбылардан қорланарсың, тәңірісіне сенде көн. Қайғысыз пенде көрдің бе өміріңде? Қайғысыз пенде көрдің бе өміріңде? Жүректен тербеп, шымырлап бойға
жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар пахра ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ой құлақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кертең наданның. Жұрт айтса болды, көп айтса көнді, әдет надан адамның. Бойда ғайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерің көргенде, жігерлен сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып та кетер артынан. Жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын. Таласып босқа, жау болып досқа, қор болып құрып барасың. Өтініш шағым толды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Болсайшы қол бос, талаптың дәмін татуға. Білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға. Не ол емес, бұл емес, менің де күнім күн емес. Жартасқа бардым, күнді айғай салдым, одан да шықты жаңғырып. Есітіп үнін, білсем деп жөнін, көп іздедім қаңғырып. Баяғы жартас, бір жартас, қаңқ етер түкте байқалмас. Атадан алтау, анадан төрттеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар ерім жоқ. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым тапшыным. Бойы болған, сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында, бір міні жоқ пендесіп, дүзде мырзаң, үйде сырдаң, сөзі қылжаң еркесіп. Бас құрасып, мал сұрасып,
кетісер, адам аулап, сыпыра саулап, байды жаулап жетісер. Әз тұтуға, сыйласуға, қалмады жан бір татыр, сыпыра батыр пәле шақыр, болды ғақыр таптақыр. Су жығарма, сөз ғарма, сыпыра жылмаң жел буаз, айтты көндім, алды бердім, енді көнедім өзім аз. Енді көнедім өзім аз. Қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ем, ол кезімде бал едім мен, аямасқа бекіп ем. Талақ етіп бұл ғаламды, болды мәлім кеткенің, жазығы жоқ жас адамды. Қатты соққан еткенің. Ел жүреген жас емес пем, еппен айтсаң жұбатып, мен ғашыққа мас емес пем, кетсең еттау ұзатып. Сен жаралы жолбарсың, мен киіктің ылағым, тірі қалдым гүліме әзер, қатты баттау тырнағым, тірі қалдым гүліме әзер, қатты баттау тырнағым. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жама-жұрт ел салғып, түн басады-ау салбырап, даланы жама-жұрт ел салғып,
жасады салбырап. Шаң шығармас жолдағы сілкіне қаламыз жабырақ. Тың шығарсаң сен дағы, сабыр қылсаң
сіздің де жарығын сәулесі суыта дірілді ауылың жаны терең сай тасыған өзен қалың ағаш жапырағы сабырласып ізді көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі тау жаңғырып үн қосып өрге келмеп едің Ey халайық бара мен сен зарына зар қосып ем жатың емес досың ем мен дос пейілін тосып Аурым жара сөзім нала дертпен келем мен бүгін аяма жаумен айнала салды салмақ сұмдығын аяма жаумен айнала салды салмақ сұмдығын Ағайын Хайдар шайын у беріпті оған жау Қазір халі сағат сайын ажал жақын хан қамал
hepsini жұбатам зарыңнан қайта алғыстан басқа айтарым жоқ бақил бол Sözdün patşası, söz sarası kıyımdan kıyastırır yer danası çörekке жалып тиіп тілге теп-тегіс жұмыр келсін айналасың өлеңге әркімнің сонда да солардың бар таңдамасы шалатан сарыты күміс сөз жақсысын қазақтың кегістірер қай баласын шалатан сарыты күміс сөз жақсысын қазақтың келістірер қай өзгеге көңілім қайырсаң өлеңді қайытып қоярсың оны айтқаны да толғанып іштегі дертті жоярсың оны айтқаны да толғанып іштегі дертті жоярсың сайрады зарлап қызыл түн қара көңілім оянсын жыласын көзден жас ақсын
Сахна төріне Егемен Қазақстан газетінің меншікті тілшісі Темір Құсайын және Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясы директорының орынбасары Абдул Рахметов шақырылады. Қадірменді халайық, қымбатты көрермендер. Міне бүгін біз жаңа ғана Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның жанындағы Дәулеткерей атындағы ұлттық аспаптар оркестрінің қоштауыменен халқымызға танымал өнер иесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қатимолла Бердіғалиевтің өлеңді қайтып қоярсың атты Абай атамыздың 175 жылдығына арналған концертін тамашаладық. Енді алғашқы бұл жерде осыған бастамашы болған Қатимолла ағамыздың өзі екен. Сондықтан да мынау Абайдың биылғы мерекесіне қосылған, үлкен тойға қосылған бір тамшы үлес деп қабылдауымыз керек. Сонымен бірге бүгінгі концертті Ғарекеңнің атындағы біздің облыстық филармонияның да осы тойдағы елеулі бір үлкен ізденістермен келе білгендігі концерттің жанрлық табиғатының молдығы тек қана Абайдың өзінің әндеріне қоса жаңағы орындалған жаңағы сюиталар, романстардан үзінділер, ариялар концерттің жаңағы жанрлық табиғатын одан әрі байыта түскендей әсер қалдырады. Әрине Абайдың өлеңдері жөнінде, Абайдың қара сөздері жөнінде талай жаңағы еңбектер шығып жатыр, жарияланымдар шығып жатыр. Осы Абайдың әндеріне қатысты, Абайдың музыкалық танымына қатысты бір олқылық болып тұрғандай көрінуші еді. Меніңше бүгінгі өткен концерт сол олқылықтың орнын толтырғандай әсерде қалып отырмыз. Шынына келгенде осы концертке ұжымның Қатимолланың өзінің қатағанның үлкен әзірлікпен келгендігі, оның үстіне мінекей 70-тің жотасына қарай жақындап келе жатқан ағамыздың мынау енді академиялық мынау концерт берудің дәстүрлік әлемдік ұғымында 1 сағат 30 минут академиялық уақыт болып есептеледі. Сол уақытқа жете қабыл 1 сағат 20 минут, 30 минуттың ішінде арнайы жазып алған емес, өзінің жанды дауысымен айтып шығуының өзі де бүгінгі концерттің бір ерекшелігін танытады. Ал енді оның үстіне Қатақаң мінекей осындай бір кезеңде, осындай бір уақытта әлі де өзінің бабында екенін көрсете білді. Ал енді сондықтан да бұған жаңағы талғамы биік концерттен шығып отырмыз. Ал енді құтты болсын дейміз бүгінгі концерттің тұсауы. Ұзағынан болсын. Құрметті көрермендер, мына бүгін өздеріңіз куә болдыңыздар. Концертіміздің өту барысы жөнінде сөз деген киенің сойылын соққан Темір ағамыз жіктеп межесіне жеткізіп айтқандай болды. Бүгін үлкен біздің өнердегі ұстазымыз, жалпы Ақжайық өңірінің қазақ өнерінің мақтанышы Қатимолла ағамыздың осындай керемет кеш беруі, жалпы өзіңіз айтқандай Абайға келгенде абайлап келу керек деп. Абай атамыздың шығармашылығын насихаттау бұл перзенттік борыш болса, сол борышты азаматтық борышын өтеп, үлкен қазақ өнеріне, қазақ әлеміне кереметте кеш сыйлаған Қатимолла ағамызға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Өздеріңіз білесіздер, жалпы алдымызда үлкен мейрам, ұлағатты ұстаздар күні келе жатыр. Ақжайық өңіріндегі дәстүрлі әннің байрағын көтерген өнерпаздардың барлығының текті ұстазсыз, сондықтан шәкірттеріңіздің тілегі бір, аман жүріңіз аға. Шығармашылық бүгінгі Абай әлеміне саяхат жасап берген концертіңіз құтты болсын. Әлі де мынау тақырыпты қойғанда да өлеңді қайтып қоярсың дейді. Өлеңді қоймаңыз, сіз бізге керексіз, қазақ өнеріне керексіз, аман жүріңіз. Енді осынау кешіңізбен сәтті өтіп алғыс хатын жолдаған біздің басқарма басшысы Сайран Темірғалиұлы Дүйсеновтің алғыс хаты бар, соны табыстауға рұқсат етіңіз. Құрметті көрермендер, мынау уақыттарыңызды бөліп, мынау телефоннан қарап отырған, телевизордан қарап отырған көрермендер бар. Азын жоғын сыйғанша ұлсатпенен келген көрермендер бар. Сіздерге көп рахмет.
әрине залдың шапалағы адамды жігерлендіреді ғой. Сол аз да болса көп түмендей болып қолдап отырсыздар, сіздерге көп рахмет. Енді өзімен бірге тер төгіп келе жатқан, әлі де тер төгіп беретін біздің Дәулеткерей атындағы оркестрге Нұрымбетов Еркін бастаған көп рахмет ұжымына. Және осы концертті өткізуді мақұлдаған, және осыған көмектескен біздің филармонияның ұжымына Асхат Тарасұлы бастаған көп рахмет. Енді жаңа айтып кетті ғой, ертең ұстаздар күні. Мынау көрермендерді, іштерінде ұстаздар болса құттықтаймын. Бана күн шуақтада айтып кеткенмін, мен Абайға біздің көзімізді ашқан, тұңғыш Абайдың татымды жырларын таңдайымызға тартқан Фаузия апай Гайсина болатын. Мен бүгінгі еңбегімді сол апайдың рухына арнадым. Рахмет. Абайдың өсиет өнегесі замана көшін руханият биігіне, жаңа ғасырлар белесіне жетелей берсін. Аман, сау болайық. Құтты болсын.